Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге тағы да бір жасанды интеллектті пайдалану арқылы сабақ беру үдерісін қызықты ететін әдіс-тәсілмен бөлісетін боламын. Жалпы бүгінгі біздегі платформа DID деген платформа. Бұл платформада біз не істей аламыз? Бұл платформада біз суреттерді пайдалану арқылы оларды сөйлете аламыз. Жалпы бұл платформаны қалай жұмыс жасаймыз? Ең алдымен DID деп Google желісінде тауып аламыз осы сайтты. Осылайша бізде мына жерде тұр, тегін сынақ нұсқасын бастаңыз деген. Осы бойынша кіреміз. Яғни бұл жерде де бізде ақылы түрде жүреді. Негізі 30 видеоға дейін біз тегін видеоролик жасай аламыз. Одан кейін барып қана біздер сатып алу керек боламыз, яғни ақылы бөлімге көшу керек болады екенбіз. Аватар жасау, мысалға аватар бейне жасау деген таңдаймыз. Осы жерде бізде дайын арнайы аватарлар бар. Жалпы дайын аватарлар бар. Бұл жерде жасау арқылы өзіміздің жаңа аватарымызды енгізсек болады. Жасау деген арқылы басамыз. Бізде Google арқылы тіркеліп алу керекпіз. Тіркеуден өтіп болдық, яғни енді фото жүктейміз, яғни біз қай суретті жасағымыз келеді, яғни қай суретті сөйлеткіміз келеді. Жалпы жаңағымызға кіреміз, өзіміздің жасап жатқанымызға жалғастырып. Осы жерде жасау батырмасын басамыз. Бұл жерде біз өзіміз алдын ала фотомызды жүктеп алу керекпіз. Ең алдымен жүктелген фотомызды қою керекпіз. Бұл жерде біз Ыбырай Алтынсариннің суретін аламыз. Жүктеліп жатыр, яғни бізде уже жүктеліп болды. Бұл суретті дұрыстап орналастырып аламыз. Сізге қалай керек? Бізге осылай тұрса да жарай береді. Эмоциясын осылай қоямыз. Келесі қозғалысы қолын қозғаттыруға болады. Дегенмен де бізде бұл жерде Ыбырай Алтынсариннің қолы көрінбегендіктен бізге қозғалыс қатты керек емес. Және мына жерлерде арнайы позицияларды таңдасақ болады. Бетке сәйкестендіру жасасақ та болады екен. Келесі бізде сценарий, яғни бұл жерге біз Ыбырай Алтынсаринге қандай сөз айттырамыз, яғни біз бұл жерде Ыбырай Алтынсарин кел балалар оқылық деген өлеңнің бір шумағын алдық. Осыны пайдаланатын боламыз. Және де бұл жерде жылдамдық бар. Сол жылдамдық арқылы біз сөйлеттірсек болады. Және де бізден бұл жерде қазақша нені таңдауымыз керек. Бұл жерде бізде Айгүл есімді бар. Және де бізде олдың сөйлегені де бар. Оның барлығын іздеп шығу керекпіз. Бізге міндетті түрде қазақшасы керек. Қазақша болмайтын болса, ол мәтінді оқып бере алмайды. Сол себептен ішінен қазақшасын нұсқасын іздеп табу алуымыз керек. Қазір бізде қазақша деп бұл жерге тезірек жаза салайық. Міне дәулет дегенді таңдаймыз. Дыбысты қолдану. Жылдамдығы бізге 1 жетеді. Келесі бізде фон. Бұл жерге неше түрлі фондар қойсақ болады. Бізге
осы ақ фон жарай береді. Немесе мәтінге сөздер қойсақ та болады, арнайы пішіндер орналастырсақ та болады. Осылайша қолдансақ болады. Енді бұл жерде бейне жасау дегенді басамыз. Жасауды бастық. Бізде қазір небәрі 2-3 минуттың көлемінде жасап береді. Бұл кезде біз жай ғана күтсек болғаны. Видеомыз дайын. Енді көреміз қалай шыққанын. Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Дәл осы жерде біз сілтемені көшіріп алсақ болады. Және де жаңа ретінде өңдеу, яғни бізге ұнамаған жерлерін дұрыстасақ та болады. Мысалға жаңа өзара кідірістер болды ғой, сонда дұрыстап алсақ болады. Осылайша қайта дұрыстау керек болған жағдайда түзетулерді енгізсек болады. Жалпы бөлісу батырмасы арқылы біз осындай желілерге жібере аламыз. Және сілтемесін көшіре де алады екенбіз, немесе өзімізге видеороликті жүктеп алсақ та болады.